Гранола пайдалы таңғы ас ретінде және жеңіл сінімді тағам ретінде танымал. Бұның пайдасына келетін болсақ, қуат береді, ас қорытуды жақсартады, жүрекке пайдалы, иммунитетті қолдайды және салмақты бақылауға көмектеседі. Ал енді рецептіне келетін болсақ, ең алдымен майымызды ертіп аламыз. Майымыз обязательно 82% жақсы жоғары пайыздағы май болу керек. Және де табиғи балды қосамыз. Балдың табиғи бал болу керек, өйткені ыстықпен әрекеттескенде дұрыс дәм бермей қалады, гранолаларыңыз дәмді болмай қалады. Үстінен сұлы жармасын қосамыз. Овсянка. Обязательно овсянка жақсы, ұзақ дайындалатын овсянка болу керек. Ана пакетиктегі 5 злаков дегендер болмайды. Талғамдарыңызға байланысты неше түрлі жаңғақ түрлерін қоссаңыздар болады. Духовкада 180 градуста 20-30 минутта жақсылап тұрып қыздырып пісіріп аламыз. Бұл жерде ең бастысы әр 5 минут сайын араластырып тұру. Әр 5 минут сайын жақсылап араластырып тұрамыз. Дайын болған граноланы таңғы асқа йогуртпен қосып жесеңіздер болады. Өте дәмді таңғы ас.